Сырым екеуіңіз бажасыздар ма? Қасына тұрыңызшы. Халыққа қараңыздар. Жезе, құрмет жезе, екеуің халыққа қараңыздар, қолдарыңызды ұстаңыздар. Екеуің ұсқындарын қараңыз, билайын сияқты. Міне, шынайы бажалар осындай болады. Ал бажаңызға өзіңіз беріп жіберіңіз. Біздің сырым кәсіпкер бажаңыздың атына. Рахмет. Құрмет жезе, ертең жайлап құрдастарым отырғанда, менің сырым деген кәсіпкер бажам бар. Соғайын дейсің ғой. Так, келесі. Бірақ оның бәрі Боранбайдың арқасы. Деп айтып қойын, әйтпесе қарап тұр ғой. Ал енді, мына сол жақ қанаттан тағы да кім шынайы көтерді? Жәутеңдеп қасыға ағаларым қарап тұр ғой. Берет. Мә, ал апа айтады, құрсын нұрлы қыздың құрдастарына неге бермейді? Бізде құрсын келдік қос той үшін. Дұрыс апа? Бізде құрсын келіп мағадың бері көтеріп атырмыз, неге біздерде не босқа-босқа шығып тұрдықтан деп атыр? Маманың құрысы Ларис апа. Ларис апа! Ларис апа! Ая! Ларис апа! Ал ішіңіздер! Рахмет. Сән бердің? Амансың мені? Кетем апа. Рахмет. Келті, саламатсың ба балам дейді. Ларис апа, өзіңіз аман болыңыз. Ама, гүл берейін деп атыр. Айман қайнапама. Қайнапама? Қойш, қайнапам көрме Айман деген не? Айман қайнапасын көрейікші. Рахмет. Айманның қайнапасы ба? Сырымсыз жақсы көрем дейді. Ара. Рахмет. Шелі беттен сүйіп несеп. Қайнапаны сүймейм? Қайда? Ал енді 120 мың теңгенің осындай микрофоны. Нұрлы қыз апака шашылса тойда шашылайын деген ғой. Осы тойға маған айтады 7 миллион ақша кетті дейді, ештеңе етпесі жақсы. Папамның құрдасы Жандарбек. Рахмет. Папаның құрдасы Жандарбек! Асып кел! Рахмет. Жандарбек көке сізге. Рахмет. Көке дым демейм, отыра қойыңыз. Болды. Рахмет. Мынандай денеге қалай сөйлейсің? Көке отыра қой, тамағын жеп, көке. Қозғалмаңыз. Жандарбек көке? Отыра бер, отыр, көке. Болды. Рахмет. Рахмет. Ринат қайда? Жәутеңдеп қарап тұрма, Рикон? Құттай күт. Кім бар? Сырмаға айтады, кім бар, кімге берейін дейді. Мен білмей танымаймын өзің айт. Құрдастарыңнан бар. Біздің Жанболат құда болады қарап тұр саған жәутеңдеп. Жарқынай отыр қасында. Жарқынай құда шығар. Жарқынайға ма? Жакунай. Биді. Ринат жайлап қарашы құрсын. Рикон, мен де бойдақпын құрсын, жаман қарап тұрсың. Тек Жарқынай келтіреді, тек басын көтеріп. Рахмет. Жарқынай өте молодец, керемет қыз екенсіз. Бойдақсыз ба? Иә. Мен де бойдақ, Жанболат та бойдақ, Ринат та бойдақ. Рахмет. Жанболат, екеумізде менсінбей Ринатқа қарап тұр. Так, келе қойыңыз. Келесі прейс. Тағы да 130 мың теңгенің мына микрофонын береміз. Балдарды ойнатуға жақсы. Кімге бересің? Мына кісілерді жәутаңдап қарап тұр қасы. Біз де құрсын адам баласымыз ғой деп танисыз ба? Жазираның не? Группаластарына Шымкенттен келген Айнұр деген. Шымкенттің қызы бар ма не? Қойш! Кел Шымкенттің... Жаңадан келген құдаша ма? Группаласы ма? Шымкент! Шымкент! Шымкенттің қыздары!
Шымкенттің қызсыз ба? Рахмет. Мен Тайсоғанның баласымын. Тайсоған жақты білесің бе? Жоқ. Шымкенттің жанында тұрады ғой. Қызылқоға деген білесің бе? Қызылқоға деген Шымкенттің жанында тұрады. Шардара дегенді білесің бе? Қызылқоға деген Шымкенттің микрорайоны ғой. Мен сонда тұрам. Білесің бе? Жоқ. Ай, хабарласарым жақсы. Давай. Мә, Шымкенттің қыздар әппе деген болады екен де. Шымкенттіксің бе? Иә. Жақсы, мына уақытыңды білмеймін. Просто мына той жақсы өтіп жатыр, бірақ мынау қарап отырмыз, бір комиссия қарап отырмыз, бірақ та сіз өте былай бір коррупция кетіп қалған сияқты. Жаңа осының алдында бір-екі неден бұрын Жандарбек дейтін бір ағаға бердіңіз. Не үшін бердіңіз? Чем отличились, ол қандай немен ол қандай өнеріне беріп жатсыз? Рахмет. Сырым, сен Жандарбекке не үшін беріп жатсың? Кім, Жандарбек, приз әкпеш? Рахмет. Жоқ, оны сырым жауап береді. Не үшін бердің? Әрдайым жүреді папаның қасында. Кім әрдайым папаның қасында жүреді дейді? Сонда нұрлығы жоқта папаның қасында ұйықтай ма? Екеуі ұйықтап десеп. Мынау Жандарбек пен, мына сырым деген Жандарбек пен Боранбайдан шыққан бала болып тұр ғой. Бәсе әрқашан мен папаның қасында бірге жүреді дейді. Молодец, жәке, аман бол. Қол соғып қойыңыз. Ал енді құрметті ағайындар, соңғы главный сыйлық. Бүгінгі кештің сыйлығы арнайы Боранбай көкемнің өзі Франциядан алған осы алтын кілем. Бұл алтын кімге бұйырады? Ринат, сен әлі өтсің бе? Қытай күт. Ал, кел сырым. Сырым мамасына сұрап жатыр, мен қайдан білем, өзің таңда дейді. Ал осы алтын кілемді өзіңіз айта қойыңыз. Рахмет. Асықпай, ойланып, менің тойымды шынайы көтерген Тынышбек Жиздеге беріңдер. Тынышбек Жизде. Келші, Тынышбек Жизде. Тынышбек Жизде. Тынышбек. Рахмет. Сен Тынышбек Жиздесің ба сен? Қызымын. Қызысың ба? Мен Тынышбек Жизде деп ойлап қалдым ғой. Тынышбек Жизде. Біздің Тынышбек Жизде мына жерде тып-тыныш отыр. Ешкімге көрінбейді. Мынау Жизде, мынау сізге. Жизде ұйықтау. Дұрысқа Тынышбек болған тыныш отыру керек қой. Тұрғысы келеді. Мама тұрғызбайды, иықтанбас. Тұр Тынышбек. Тұр. Ол жәлеменде отыра қой. Мына қалай болып кетті мынау? Мынау қалай болып кетті мынау? Тынышбек. Апам басын жұлып аламыз, апа, Тынышбек. Мен такөлей отыра қой. Апа, бүйтіп отырғызып ал. Тұрса отыра алмай қала ма? Жайлап отыра қойыңыз, Тынышбек. Жиздеңіз болды. Бір қол соғып қойыңыздар. Ал енді біздің сырым қолына осындай бір керемет сыйлық алып алған екен. Оралдан келген арнайы Гүл апаға. Гүл апа, Оралдан келген Гүл апа. Гүл апа. Оралдан келген. Міне, Гүл апа. Құрметті ағайындар, Гүл апаға қараңыздаршы. Міне Оралдан келгені білініп тұр. Ринат, сен тұршы мысалы. Тұршы, Ринат. Мына Құрманғазы Гәнішкеннен келген ұсқының қара. Мен Қызылқоға Тайсоғаннан келген. Жанболат, тұршы. Мынау Таңдайдың баласы қап-қара. Ал Оралдан келген Гүл апаны қараңдаршы. Аппақ. Міне. Қол соғып қойыңыздар, Гүл апа. Молодец. Зоя құдағай. Кім құдағай? Зоя. Жаңадан келген ба? Жоқ, осында. Зоя құдағай. Мен Зоя құдағай емеспін ғой, маған не көресің? Зоя құдағай. Жаным, жаным. Рахмет. Ал құрметті ағайындар, ешкімге бөтен ойымыз жоқ. Сіздер Сырым мен Гүлжазираға ризасыздар ма? Осы сыйлықты бергендеріне рахмет.
тойдың иесі үлгөч. Гүлзия апа. Тойдың несі дейді? Гүлзия апа, үлгөч. Бүйтеді ғой, сырым, кім, Нұргүл мама айтады, тойдың иесінің несіне бері деп.